Отбасы құпиясы. Осыдан бірнеше жыл бұрын бірге жұмыс істеген әріптес әйел болды. Мінезі қатал, тіпті ректорге дейін аяқ тартатын. Бетке тарс еткізіп айта салады. Әрине жөнімен. Барды бар, жоқты жоқ дейді. Жағымпаздық бойында жоқ, оны бәріміз білеміз. Алайда әзілде қатар жүретін. Бірде көкесі мықты бір келіншек кафедра меңгерушісі болып тағайындалды. Ол келіншекті бұл әйел онша ұната бермейтін. Ол келіншек жағымпаз, өсекші, маяулап сөйлейді, сосын сөзінің аяғын жұтып, толық айтпайтын. Содан жан-жақтан жағымпаздар бастық сымаққа құттықтауларға кірісті. Бізге ең қызығы жаңа бастықты мінезді әріптестің қалай құттықтайтыны еді. Жай күндері бетіне былш еткізіп айта салатын. Енді қалай болар екен деп ойладық. Қош, елдер сыйлыққа дейін сыйлап, сабынсыз кіру шарасы басталып кетті. Бәрі құттықтап болған соң мінезді әйел жаңа бастыққа жақындады да. Ал, бізде жағымпазданайық енді елмен қатар. Көкең арқылы қолың жеткен креслоң құтты болсын. Осы орынға сені лайық деп санамаймын, кешір. Сенен де мықтылар бар еді. Алайда саған бұйырыпты. Енді жоқ абыройды жинасаң, сенің жетістігің сол болмақ. Аман бол әйтеуір деді. Күлкіміз келіп өліп бара жатсақ үндемедік. Ұят қой. Мінезді әйел тағы қосып қойды. Мені құртам деп ойлама, өзің мұрттай жасың деп сол жаңа бастыққа күле қарады. Жаңа бастық көп істей алмады. Қылыштың жүзімен жүргендей күй кешті. Жауапкершілік үлкен, мінезді әйел оның тәрбиелеуін қоймайды. Бәріміз айтамыз әлгі әйел, ол бастық қой, қоя салсаңшы, онсыз да морально қиналып кетті деп әзіл-шыны аралас айтып қоямыз. Мені ректорға жамандап кезінде құйтырқы әрекетті жасаған. Сәл бостасаң бұл секрет. Сол себепті осылай істеуім керек деп күліп қояды. Ол әріптеске ректор, декан, кафмен дегендерінің тісі батпайды. Оқитын студентке 5-ін, сабаққа келмейтін крышасы барларға 2-сін қойып беретін. Бір бетке жаман қатып қалған. Өте білімді, сауатты. Сонысына қарамастан студенттер оны жақсы көретін. Ерекшелігі бар. Керемет білімділігімен, түсінушілігімен баурап алатын қасиетке ие болатын. Бәрі сыртынан әңгіме қылатын. Осы көкбеттің күйеуі қалай шыдайды екен? Бейшара күйеуін жерге тығып, үнін шықпайтындай етіп езіп тастаған шығар. Әйтпесе неге бізге күйеуін көрсетпейді? Мүмкін күйеуі жоқ па екен? Мына бәленің мінезі сұмдық қой дегендер де болды. Басқа қызметке ауысып, ол әйелмен байланысымыз үзіліп қалды. Кейде хабарласып қоятын, ешқашан отбасы туралы айтқан емес. Жаңа жылдың алдында сол әйелмен супермаркетте жолығып қалдық. Сол әдемі қалпы еш өзгермеген. Бірден таныдым, шүйіркелесіп кеттік. Қояр да қоймай үйіне шақырды. Әдемі көлігімен үйіне бардық. Қала шетінде жеке үйде тұрады екен. Біз келген соң артынша жолдасы да кірді. Неткен сымбатты кісі деп ойладым. Жымия амандасты. Сыртқы түрінен бір жерде үлкен қызмет атқаратыны көрініп тұр. Немесе жақсы бизнеспен айналысады. Сол сәт апай оның сыртқы киімін алып, киім ілгішке іліп, ілтипат көрсете бастады. Сосын маған, қазір келем, сен жайғаса бер деп теледидарды қосып шығып кетті. 10-15 минуттан кейін ас бөлмеге шақырды. Бірге шай қамына кірістік. Отағасының аяғын жудым деп тықылдай күлді. Таң қалдым. Сен қыз, таң қалма. Оның аяғын жуып келе жатқаны 30 жылдай болды дегенде, шынымды айтсам талып қала жазды. Мен оған универ бітіре сала тидім. Менің бір бетке мінезімді ұнатқан екен. 2 жыл соңында жүрді. Мен де көкіректікке салынып, енді қалай маған жағар екенсің дегендей бас ұрмадым. Ол да қайтпады. Білесің ғой, отличник деген атағым бар, деп ақақалап күліп қойды. Егер анам қайтыс болмағанда тимес пе едім. Тағдыр ғой деп ойлаймын. Бітірген жылы анам қайтыс болды.
есеңгіреп жүрген кезімде бұл жігіт маған мықты демеу болды. Бар назым мен еркелігімді, жындылығым мен бірбеткейлігім мінезімді көтерді. Сосын анамның жылына деп көзімді жұмып дейінде кеттім. Мен сіздің жолдасыңызға барып білмекпін дедім. Ол күлді. Ешкім білген емес, не қыламын әлемге әйгілеп. Отбасы менікі, күйеу де менікі. Отбасы құпиясы деген болады. Оған әркімді араластыруға болмайды. Онда отбасының қасиеті кетеді. Кез келген отбасылық кежіліңді сыртқа жаятын адамдар, әсіресе әйелдер, отбасын жоғалту алдында деп білемін. Мен отағасы қатты сүйді, құрметтеді, аялады. Ендеше неге мен кекірей беремін? Сол алғашқы кезде анамнан айырылу маған ауыр. Маған зорлық көрсетпей аялайтын болсаң, керек десең күнде аяғыңды жуып беремін деп айтқан едім. Ол күлді де. Әрине аялаймын, бірақ сен де сөзіңде тұр. Күнде аяғымды жуасың деп күлді. Сол бір ғана сөз шынында да жүзеге асатынын білмеппін. Ертеңіне уәдәмді орындайын деп тазикке жылы су құйып оны шақырдым. Ол ұяла отырды. Өз күйеуім емес пе? Мені жақсы көрді. Мен оны жақсы көремін. Аяғын жуудың несі айып? Сабындап қойып жууға кірістім. Оған ұнаған сияқты. Енді үнемі ұнамаса ше? Біреу саусақтарың аяқтарыңды жылы суға салып жуып отырса, деп апай рахаттанып күліп алды. Мәссаған, сіз біз білмейтін құпия көп екен ғой деп қойдым. Ой, бұл отағасы деген соған үйреніп қалды. Бірбеткей. Мінезді менің мұндай нәрсе жасайтынымды күтпеген болса керек. Алғашқы кезде үндемей отыратын. Кейін басынан сипап алғысын жаудыратын болды. Мен оның аяғын жуып отырғанда әңгімелесеміз. Сондай кезде жақсы әңгімелер өрбиді. Бірде сондай әңгіменің қызығына елтіп, 1 сағат аяғын жуғам ғой. Екеуміз әбден күлдік. Отағасының мейірмандығы бір бөлек, мені аялайтындығында сөз жоқ. Аллаға мың алғыс. Осы 30 жыл отасқан өмірімде оған қарсы келген емеспін. Жаман сөз айтпақ түгілі қатты сыйлаймын. Себебі ол мені аялайды, пікіріме құрметпен қарайды. Алла сыйлаған періштем дейді. Менің мінезім баршылық қой. Алайда мынадай салиқалы да, ақылды ер азаматтың алдында өзімді басамын. Лайықты болуым керек деп ойлаймын. Шынымды айтсам, бірдеңе деуге батылым жетпейді. Жүзіне қараймын да жеңіле саламын. Талай қиын кезеңдерді бастан өткердік. Өзара сыйластығымыз қымбат. Мені жан жүрегімен сүйген адам ғой бұл. Мен де соған лайық болуым керек. Я, аяғын күнде жуамын осылай деп, мен білмеген бір сырын